ішіндегі суды ішіп отырып, бір-бірімізге сыртындағы тілектерді оқып, бір-бірімізге жылы лебіз тілейік. Қане, бастайық. Бүгінгі күн қандай тамаша. Бега, сколько келесің? Senin kemiğinin adını ekim. Келесі оқу. Sen şıkkısın. Sen üzdüksün. Sen aklısın. Sen olursun. Sen önemlisin. Sen әдемісің. Ben seni жақсы көремін. Sen ağırsın. Не қылдыңдар? Әрқайсыңыз қолдарыңызға ұстаған бақаларыңыздың түстерін ажыратып тұрсыңдар ма? Енді кім қандай түс алды? Екі топқа бөлінеміз. Көк талғандар ауысу тобы, қызыл талғандар анимация тобы болып екіге бөліне қойып келді. Екі топқа бөлінеміз. Қызыл талғандар қызыл топқа, көк талғандар көк
Жақсы балалар. Кішкене теріп алдық па? Олай болса, компьютер жұмыс жасайық. Қайда? Компьютерді ашамыз. Орнымызға отырып, компьютерді аша қойып. Компьютерде жұмыс жасағанда өткінші жаңбыр презентациясын құрамыз. Өткінші жаңбыр презентациясын. Мында маған қарай қой, мына жерге қағазда тапсырманы түгел жаздым. Осыған қарап отырып презентацияны құрамыз. Естіп қана жұмыс үстелінде новая папка деген папка бар. Соның ішінде өткінші жаңбырға байланысты суреттер бар. Сол суреттерді таңдай отырып слайд жасаймыз. Міне, мына соңғы берген қағаз бойынша соған қарап отырып тапсырмаларымызды орындаймыз. Өткінші жаңбыр бірге жасайық, екеуі бірге жасайық. Екеуі бірге жасай қойды. Ноутбуктар екеуі бірге жасаң. Өткінші жаңбыр деген презентацияны ашамыз. Презентацияны ашу үшін PowerPoint ашамыз. Білесіңдер оны? PowerPoint-ті білесіңдер ма? Ашын PowerPoint-ті. PowerPoint-ті ашын. Аш PowerPoint-ті ашын ба? Енді ставкаға кіресің. Басын көтеріп қара, екеуің бірге. Ставкаға кіресің, рисунокқа кіресіңдер, жұмыс үстелін аласың, рабочий столды. Сол жерде новая папка дегеннің ішінде бізге керекті сурет бар. Міне, бірінші бетке мынаны таңдайсың, екінші бетіне қалған екінші суретті. Так, ставкаға кіресің, рисунокқа кіресің, үшінші сурет. Көрмеңіз, дәл солай жасап алам. PowerPoint ашыңдар. Ставкаға кір. Ставкаға кір. Жасадыңдар ма? Ставкаға кіреміз, рисунокқа кіреміз. Жасадыңдар ма ставкаға рисунокты? Суретті келіп қоясыңдар. Қалай суретті қоясың? Төрт бетте төрт суреттер келіп қоясыңдар. Төрт бет ашып аламыз. Ставкаға кіріп, рисунок төрт бетке төрт сурет қойдың ба? Енді біз манағы өткен міне, ставкаға кіргеннен кейін рисунокты таңдайсыңдар. Таңдадыңдар ма рисунокты? Аштыңдар ма?
переходқа кір. Иә. Бірінші суретті таңдап аласың. Иә. Енді мынаған кір. Таңда. Өте жақсы. Келесі екінші слайд тыңдашы. Оған да кез келген біреуін таңда. Енді біз бүгін өткен сабақта өттік қой. Жасаған слайдымызды көру үшін F5-ті басуымыз керек, солай ма? F5-ті басайық. Апай. Қазір пока слайдқа кіріп, сначала дейміз. Көрдің бе? Бізде ауысу жасалып жатыр ма? Өте жақсы. Сендердің тобыңызға тағы бір смайлик берем қазір. Қане жасап бақшы? Қане сначала дейін бас. Келесін тағы бас. Өте жақсы. Міне біздер уже жаңбыр жауайын деп бұлт келе жатыр. Тағы бас. Не істеп жатыр бізде? Жаңбыр жауып жатыр. Келесі қайтадан күн ашылып жатыр. Солай ма? Өте жақсы. Мағжан жарайсыңдар. Ауысу тобы өте жақсы. Тапсырманы түсініп, өте жақсы орындап жатыр. Қане сен қайда? Рабочий столға кір. Қоясың. Келесі бетке жасалады. Қане бекаш жасадың ба? Қане сен жасаған? Пока слайдқа қоямыз. Сначала қоямыз. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Бүгінгі сабақты түсіндіңдер ма, бекарыз? Түсіндіңдер ма? Өте жақсы. Қайда сендер білсеңдер? Анимация тобы не білсіңдер? Өте жақсы болсын ғой. Қане, пока слайдқа кіреміз. Сначала демізде қараймыз жасағанымыз. Солай ма? Қойған жағдайда 1, 2, 3 деген 4 слайды көріп тұрсыңдар ғой. Соның қасында не түседі? Жұлдызша түседі. Өте жақсы. Анимация тобы тағы бір оқушы болған. Пока слайд. Суретің қайда жаным? Сурет қоймадың қайда? Компьютермен жұмыс жасадық, солай ма? Енді компьютерде жұмыс жасаған кезде балдар не істеу керекпіз? Компьютерде жұмыс жасалыққанда қол жаттығуы және көз жаттығуын жасауымыз керек, солай ма? Тақтаға қарап отырып көз жаттығуын жасаңызшы. Тақтаға қарап отырып көз жаттығуын жасаң. Біреу оқың, дұрыстан оқыш қайын. Бірінші не істеу керек? Екі көзімізді Солға қараймыз. Осылай 5 секунд тұрамыз. Иә, конечно. Екі көздеріңізді бірдей солға қаратып, 5 секунд ұстаймыз. Келесі, оңға қараймыз, тағы 5 секунд ұстаймыз. Жасап жатсыңдар ма балдар? Жарайды. Енді жасаған болсаңдар, міне, қолыңызға алып, былай қағазды мұжырың. Бір-бірден алдына тез мұжырың қағазды. Қайда түгел мұжырамыз. Үстен осылай, үстен қағазды алып, бір-бірден алып, тез жасаң, келесінде жасаң. Жасаймыз қане, түгел. Жасадыңдар ма? Жаса, мынаны жаса, келесін жаса. Қолдарыңа жаттығу жасап жатсыңдар ма? Енді мұжырған қағазды қолдарыңызға ұстаң. Қолдарыңызға ұстаң. Бізде қазір күн қандай болып тұр? Ыстық болып тұр ма? Онда не істейміз? Мынаны жаңбыр болып өзіміз шаршы жаңбыр жаудырып аламыз ба? Қайын шаршы жаңбыр жаудырамыз. Өте жақсы, жарайсыңдар. Ал енді кішкене салқындап алып, солай ма? Олай
Sizlerге топтық жұмыс тапсырма беремін. Енді топтық жұмыс тапсырма бергенде екі топқа екі түрде тапсырма беремін. Мына жерде тапсырмада жазылған ауысудың түрлеріне, анимация ауысу тобына ауысудың неше түрі бар еді? Соны мына жерге жазып шығамыз. Тез-тез топпен бірігіп жасай аламыз. Сендерде анимацияның неше түрі бар? Соны жазып тез-тез жазып шығамыз бірігесіз. Ноутбуктеріңізді жиын ашып кеп, қайда жасап дейсіз. Неше түрі бар еді анимацияның? Анимацияның неше түрі бар еді? 3 түрі бар. Жазып міне, бірлесіп жасайсыңдар. Ауысудың неше түрі бар? 3 түрі бар. Өте жақсы жазып. Жазып кезде тапсырманы жасаймыз. Слайдта ауыстырудың және анимация жасаудың неше түрі бар? Соны жасаймыз. Жасап жатсыңдар ма? Жасай қойыңыз. Так, жазып болса, балдар жазып болған болсаңыз тақтаға тексере қойыңызшы кәнекей. Ауыстырудың 3 түрі бар. Простой, қарапайым, сложный, күрделі, динамический содержание, өзгермелі мазмұн. Келесі слайдта анимация жасаудың 3 түрі бар. Уход, выделение және выход. Дұрыс па? Екі топта бірдей дұрыстандырдар ма? Өте жақсы. Олай болса, бір-бірімізге шапалақтап қошемет көрсетейік. Кәне? Жақсы. Енді олай болса, тағы сіздерге келесі тапсырма. Пиза бағдарламасы бойынша бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Бүгін біз сабақта не өттік? Соны мына жерге сіздерге қағаз беремін. Осы қағазда сұрақтарға иә немесе жоқ деп жауап беру арқылы жазасыздар. Түсіндіңдер ме? Қане жетті ма түгел? Жетеді ғой да? Түгел жетеді ғой? Жетті ғой да? Бәрі қағаз жетті ма? Иә немесе жоқ деп жауап беру арқылы тапсырманы орындаймыз. Слайдта ауыстырудың 3 түрі бар ма? Иә. Жазың қане. Дәптерлеріңізге орында. Болдыңдар ма? Так, болған болса, тақтаға барып тексеріп алайық кәнекей. Қане тексеріп аламыз. Слайдта ауыстырудың 3 түрі бар. Иә. Слайдта анимациялаудың 2 түрі бар. Жоқ. Простой қарапайым слайдта ауыстыру түріне жатады. Иә. Слайдқа уақыт қойып жасауға болады. Иә. Слайдты дыбыс қоюға болмайды. Жоқ. Слайдта анимациялаудың сложный күрделі түрі бар. Жоқ. Анимациялаудың 3 түрі бар. Иә. Дұрыс па? Түгел дұрыс орындадыңдар ма? Жарайсыңдар. Онда барлықтарыңызға бірдей смайликтер беремін. 4-еу, 5-еу. 5-еу түгел дұрыс па? Тақтадағы 5-еу түгел
болып жатыр, солай ма? Бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Барлығыңызға түсінікті болды ма? Түсінбеген жерлеріңіз бар ма? Және міне жазу дұрысын басын. Бір-бірден басын, бір-бірден. Балдар, бір-бірден бастасаңыз, ашылмай қалады. Не зат шығып жатыр? Бір шығып жатыр. Өте жақсы. Олай болса үйге тапсырма. Анимациямен ауысудың ережесін ертең жаттап келеміз. Солай ма? Жақсы. Орындарыңызға отырып, дәптерлеріңізге ашып, үйге тапсырманы белгілеп аламыз. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Так, енді біз бір-бірімізді бағалаймыз және бір-бірімізге қошемет көрсетейік. Қане, неше смайликтен жинадыңдар? Қане, санай қойшы. Анимация тобы неше смайлик жинады? Ауысу тобы неше смайлик жинадыңдар?